Ұлықпан хакім қиссасы. Алла Ұлықпанға: қаласаң пайғамбарлық берейін, болмаса ғылым берейін, қайсысын таңдайсың, деді. Сонда Ұлықпан: маған ғылым бер, пайғамбарлық тым ұлық іс, оны менен де ұлы адамдар көтеріп жүреді. Мен ғылымды қанағат етейін, халықтың көзін ашып, жақсылыққа үндейін, деп ғылымды таңдапты. Ұлықпан хакім қарыз сұраған кісінің бетін қайтармайды екен. Бір кісі одан 1000 теңге қарыз алып, онсыз да бай адам ғой, қарызын бермесем де болады, деп ойлайды. Ол жолда бір жерге аялдады. Қарыз ақшасы салынған қалтаны бір құс тұмсығымен іліп алып ұша жөнелді. Құс Ұлықпанның үйінің үстінен ұшып бара жатқанда түйіншек жерге түсіп кетті. Ұлықпан түйіншекті таныды. Борышкер Ұлықпанға қайтып келді. Жайын айтып, тағы 1000 алтын сұрады. Бұл жолы егер қарыз берсе, 1000 теңгесін 2 есе етіп қайтарармын деп ниеттенді. Ұлықпан қарыз берді. Борышкер ақшаны саудаға салып 10 есе пайда көрді. Тапқан пайдасынан 2000 алтын алып Ұлықпанға келді. Ұлықпан оған: бірінші 1000 теңгені алғанда ниетің бұзық болды, сондықтан бұйырмады. Екінші рет ниетің түзелді. Алла сәтін салды, береке дарып байыдың. Жақсылық та, жамандық та Алладан келеді. Шын пейіл мен таза ниетті сақтау пенденің парызы. Бағым таймасын десең, ниетіңе бекем бол, деді. Осыдан бастап Құдай малымды алса да пейілімді алмасын, деген ғибратты сөз қалыпты. Тілдің хикметі. Қаланың әмірі Ұлықпанды сынамақ болып сарайға алдырады. Әмір: әй Ұлықпан, ел сені ғұлама дейді. Сол рас болса, маған малдың ең дәмді, ең жақсы мүшесін пісіріп әкел, деп өтінді. Ұлықпан қойдың тілі мен жүрегін пісіріп әкелді. Тамақты жеп болған соң әмір: енді маған малдың ең дәмсіз, ең жаман мүшесін пісіріп әкел, деді. Ұлықпан бұл жолы да қойдың тілі мен жүрегін әкелді. Әмір: бір мүше қалайша жақсы да жаман да болады, деп сұрады. Ұлықпан: адамның жақсы болуы тіл мен жүректен. Егер тілі мен жүрегіне ие болмаса, адамшылық жоғалады. Жүректен күзет кетсе, тілден тиек кетеді, деп жауап беріпті. Не ексең, соны орасың. Ұлықпан хакім жас кезінде біреуге жалданыпты. Оның қожайыны ниеті бұзық, қарау адам екен. Ойындағысын жүзеге асыру үшін басқаға озбырлық істеп, зұлымдық жасаудан тайынбапты. Бірақ аузынан тобасы, қолынан тәспісі түспейді. Үнемі: Құдайым, маған мол байлық, бақ береке нәсіп ете көр, деп дұға жасайды. Ұлықпан оның бұл әрекетінің барлығын біліп, көкейіне түйіп жүріпті. Бір күні қожайын Ұлықпанды бидай егуге жұмсады. Ол қапқа толтырып бидай емес, арпа салып әкеледі. Егістікке барып еге бастады. Қожайын Ұлықпанның ісін көріп: ей ақмақ, мен саған арпа емес, бидай ек деп едім ғой. Қай құлағыңмен тыңдадың, деп шүйлігеді. Ұлықпан сабырмен: арпа ексе бидай шықпай ма екен, деп сұрады. Шықпайды нақұрыс, деп зіркілдеді ол. Қожам, ендеше сіз неге ұдайы жамандық жасап жақсылықтан үміт етесіз? Арпадан бидай шықпаса, сіздің арам пиғылыңыз қалайша ізгілік болып қайтады, деді Ұлықпан. Қожайын содан бастап пиғылын түзеп, ел жұртқа жәрдем беріп, жақсылық жасауды әдетке айналдырған екен. Ұлықпан мен Әзірейіл. Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болды. Екеуі бірге әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне ілінді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүрді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып: ойбай, көк түйнек, жалғызымның түбіне жеттің ау, деп еңіреп, әлгі баланы желкесінен келсатпен түйіп қалады. Соққы қара құсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашу ыза билеп, кемпірді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша бие сауым уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. Ау ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой, бұл не сұмдық, барып ажыратпаймыз ба, деп атын тебіне бергенде, әлгі кісі қолынан ұстап: үндемей тыныш тұр, мұның бәрін жасап жатқан мен, деді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бірақ білді.
Былай шыға бере, ау әзірейіл, әп сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба, деп сұрады. Үйленіп, некеңді қидырған күннің ертеңіне өмірің үзіледі. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер, деп атын қамшылап кетіп қалды. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт екен. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болды. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып жүдеп кетті. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар, мына неменің есі дұрыс емес шығар, үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді, деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі, ертең періште жаныңды алуға келгенде, сен оған, екеуміз сапарлас болып едік, жолаушының жол ақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол тілегіңді айт дер. Сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер, деп қолқа сал деді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетті. Ұлықпан, дәм тұзың таусылды, кеудеңдегі жан аманатты тапсыр, деді. Ұлықпан, әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік, менің жолаушылық ақымды бер, деді. Әзірейіл, уақытың тым аз, тез айт, деді. Маған ұлы Алладан 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер, әйтпесе жол ақымды ақыретте сұрап жағаңа жарбасамын, деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалды. Сосын Алладан, я Алла, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер дейді. Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді. Не істейін, деді. Пендемнің өлетін күнін айтпауын керек еді. Ол қайғырып уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп қолға салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім, деді Алла Тағала. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Ұлықпан мен қария. Ұлықпан хакім жас кезінде бір шаһарға жолаушылап бара жатады. Жолда бір шалды көреді. Жөн сұраса келе, екеуінің барар жері бір екен. Ұлықпан шалға, ата, жолды қысқартайық, деді. Шал, жол қалай қысқарады, деп сұрады. Ұлықпан, жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бірімізді біріміз кезек-кезек арқаласақ болғаны, деді. Шал түсінбей бетіне ажырайып қарайды да қояды. Ішінен, япырмай, мынау бір кесапатты адам болмаса егеді. Сөзінің түрі жаман екен, зіңгіттей жігіт мені арқалауын арқалар, ал қаусаған кәрі мен оны қалай арқаламақпын, деп ойлайды. Ұлықпан да үндемей жүре береді. Бір кезде межелі жерге де жақындайды. Қаланың кіре берісінде пісіп жайқалып тұрған бидайды көреді. Ұлықпан шалға, ата, мына егін сіздің елдікі ме, деді. Шал, я, біздің елдікі, деді. Иесін білесіз бе? Білемін. Ендеше бұл желініп қойған егін бе, әлде желінбеген егін бе, деді. Шал тағы да бетіне ажырайып қарайды. Ішінен, япырмай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы болдау. Орылмай тұрған егінді көре тұра бұл не айтқаны, деп ойлады. Одан өтіп шаһарға таяу қорымға жақындайды. Қорымда қабірге қойғалы жатқан өлікті көреді. Ұлықпан, ата, мына кісіні білесіз бе, деп сұрады. Шал, білемін, деді. Бұл кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба, деп сұрады. Сол кезде шал шыдай алмай, өлмесе жерлеуге апармайды ғой, деп жігітке ұрсып тастады. Ұлықпан үндемеді. Шал марқұмның туыстарымен бірге мәйітті көрге қойысып Құран бағыштайды. Бұлай шыққаннан кейін Ұлықпан, ата, әлгі кісі өлмеген екен, деді. Қарт ажырайып қарап ішінен, я Құдай, мынау бір ақмақ бала екен, кесапатынан құтқара көр, көмілген адам тірі бола ма? Бұл не сөз, деді. Күн кеш болады, екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да, күні бойы серік болғасын амалсыз үйіне қондырмақ болады. Шалдың бой жеткен жалғыз қызы бар екен. Қонағын үйіне кіргізіп, қызына, шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді, мейман ет, бірақ сүйкімсіз мінезі бар, сөзінде кесапатты зор адам, деді. Қыз қонаққа ас беріп, дастархан басында онымен сөйлесіп көреді. Сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз ішінен, япырау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе, сөзі түзу адам ғой, деп ойлайды. Оңашада әкесіне, әке, сізбен еріп келген серігіңіз екі кісі ме, әлде бір кісі ме, деді. Әкесі, жалғыз кісі, деді.
Үйде отырған қонақ сол ма? Иә, өзі. Сөзінде кесапаты зор деген серігіңіз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз? Әкесі қызына жолда болған оқиғаны түгел баяндады. Қызы баланың айтқан сөздерін естіп: «Әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, мағынасы зор сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның бірінші кезек арқаласып отыралық дегені, кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені. Байдікі ме, кедейдікі ме дегені. Байдікі болса, өз көлігімен кісі жалдап жыртып тұқымын өзі себеді, өнімін де өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады. Жерді көлік жалдап жыртады да түскен өніммен қарызын қайта жабады. Сондықтан ол шекідей жеп қойғанға есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны, баласы бар ма дегені. Өлген адамды қабірге салғанда балалары қабірдің басында Құран оқыған шығар. Соны көріп, өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жоғалмайды, сондықтан ол өлмейді. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз, деді қызы. Шал өзінің сөз төркінін түсіне алмағанын мойындап, Ұлықпанның жанына келеді де қолын алып: «Мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызыммен екеуіңнің ақылың тең, бірге өмір сүріңдер», деп қызын Ұлықпанға қосыпты. Ұлықпанның ұлына өсиеті. Ұлықпан өлерінде ұлына 3 түрлі өсиет қалдырып: әйеліңе сырыңды айтпа, жаңа байығаннан қарыз алма, әкімнің нөкерімен дос болма, дейді. Баласы әкесінің айтқандарын тексеріп көргісі келді. Сосын бір қойды сойып, етін қапқа салып, қанын сорғалатып үйіне әкелді. Әйелі: «Бұл не?» деп сұрады. Ері: «Түзде бір кісімен ерегесіп байқамай өлтіріп алдым. Қаптағы соның денесі. Қораға көмейік, сен ешкімге айтпа», деді. Ертесіне жаңа байыған танысынан әдейі қарыз алды. Арғы күні әкімнің Дәруха нөкерін қонаққа шақырып, онымен дос болды. Бір күні отбасында ойламаған жерден жанжал туады. Әйелі екеуі біраз жерге барысады. Әйелі шыдамай кетіп: «Құдайыңды ұмытайын деген екенсің, қылмысыңды әшкерелеп дарға тартқызам», деді. Әйелі сол заматта ханға барып: «Менің байым адам өлтірді, денесі қорада көмулі жатыр, айтсаң өлтірем деп мені қорқытты», деп байын ұстап берді. Хан нөкерлеріне: «Қылмыскерді кім әкеледі?» деді. Сол кезде патшаға жағымпазданған Дәруха: «Тақсыр рұқсат болса мен жеткізейін. Өткенде оның үйінде қонақта болғанмын. Түрі сол кезде маған ұнамаған. Бұйырсаңыз алдыңызға сүйреп әкелемін», деді. «Жеткіз», деп бұйырды патша. Жандайшап нөкері тілге келместен досын жығып салып, қол аяғын байлап, ат артына өңгеріп сүйрей жөнелді. Досы: «Дәруха досым, бір күн ас бергенге 40 күн сәлем деген. Үйімде талай отырып ас жеп едің. Қолыма арқан батты, босат, өз аяғымен барайын», деді. Дәруха көнбеді. Жолда жаңа байыған танысы кездесті. Досының істі болғанын көріп: «Қап, қарызым қайтпайтын болды-ау», деп жаны қалмады. Хал сұрамастан: «Досым, қарызымды қайтар», деп жабыса кетті. Досы: «Бауырым, тұра тұрсаңшы, басыма іс түсті, құтылсам қарызыңды қайтарамын», десе де, ол ізінен қалмай сарайға еріп келді. Хан: «Қарағым, бұл не масқара, сені ел Ұлықпанның ұлы деп айтады, ата даңқына дақ түсірдің», деді. Бала: «Әкем 3 түрлі өсиет айтты, соның растығын тексермек болдым. Әйелімді алдап қораға қой көмдім. Мұқтаждығым болмаса да жаңа байыған досымнан қарыз алдым. Достарым көп болса да сіздің нөкеріңізбен жолдас болдым. Арты осыған әкеп соқты», деді. Хан қораны тексертті. Расында қораға қой көміліпті. Хан оған риза болып, баланы босатыпты. Жолаушының жолақысы. Ұлықпан хакім бір жас баламен сапарлас болады. Жас жігіт салған жерден: «Ақсақал, жолымыз бір сияқты, әңгіме айтыңыз, жол қысқарсын», деді. Ұлықпан: «Мыңның түсін білгенше бірдің атын біл», деді де үн-түнсіз жүре берді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап: «Ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз», деді. Ұлықпан хакім бұрылмастан: «Балам, отырған орныңды сақта», деді. Бала бұл сөздің де мәнісін аңғармады.
Ата, болмаса білгеніңізді айтыңыз, біз де біле жүрейік, деді. Ұлықпан, балам, асылыңды сақта, деді. Бала ішінен, мынау бір қырсық шал екен, деп ойлады. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілікті. Ұлықпан, балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын, деп баланы жұмсады. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар, құман сұратқан кісінің есімі кім, деді. Бала, атын білмеймін, деді. Ауыл жұрты, құман сұратқан молданың атын білмейтін қандай кешшесің? Сапарда қарияның атын сұрамай, насыбай сұрадың ба? Деп ұрысып жібереді. Бала қайтып келіп, ақсақалдың атын сұрады. Қария, Ұлықпан хакім деген кісі сұратып жатыр, деп айт, деді. Ұлықпанның атын естігенде ауыл ақсақалдары оның алдынан шығып қарсы алды. Қой сойып қонақ қылды. Ұлықпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп есікке ығыса берді. Ұлықпан мұны әдейі байқамаған болып отыра берді. Серігі босағада отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болды. Ет турап отырғанда бір бала оның кездігін сұрап алып қайтармады. Ұлықпан хакім бұған да байқамаған сыңай танытты. Қонақтар тарқаған соң серігі Ұлықпанға, ата, кездігімді бір бала алып бермей кетті, алып бересіз бе, деді. Ертесіне аттанарда Ұлықпан қасындағы жас баланы көрсетіп, мына бала немере інімнен қалған жалғыз тұяқ. Осыдан 1 жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездік қадалып тұрды. Содан бері бұл кездіктің иесі табылар мекен деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кездіктің иесі осы ауылдан табылды, деді. Ауыл ақсақалдары кездікті алған баланы шақыртып, кездікті не үшін алдың деп сұрағанда, еш нәрседен хабары жоқ, қаннен қаперсіз тұрған бала, бұл кездік менікі, деп жауап берді. Бұл уәжді пайдаланған Ұлықпан өз сөзі өзіне куә, інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген деп құн сұрады. Алған бала, кездікті ойнап алып едім, деп азар да безер болды. Ұлықпан құн даулап отырып алды. Ақсақалдар шарасы құрып, айып бізден, төрелігін өзің айт, деді. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқы алғанмен інім тірілмес. Баласына ер тұрманымен ат мінгізіп, шапан жабыңдар, осымен бітсейік, деп төрелік айтты. Ел жұрт бітімге риза болып, сұрағанын берді. Хакім ауылдан ұзағасын жас жігітке, кездескен күні жөн сұраспадың. 1 көрген біліс, 2 көргенің таныс, 3 көргенің туыс деген. Таныспай жатып әңгіме сұрадың. Мен саған 1000-ның түсін білгенше 1-дің атын біл, дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен 1 құманға 2 бардың. 2-ші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл, дедім. Сөз мәнісін білмей босағадан бір-ақ шықтың. 3-ші ретте асылыңды сақта, дедім. Боз балалар басынып кездігіңнен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып, өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездігіңді әперемін деп келеңсіз дауға киліктім. Бұдан бұлай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара, депті. Ұлықпан мен залым патша. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Іштарлығы шыдатпай, сынықты сылтау қылып, оны зынданға тастатады. Ақылды болса осы зынданнан аман шықсын, дейді. Зынданның аузын көміп, үстіне егін ектіреді. Зынданға қамарда Ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына 1 дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша аш жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденең кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық емші тәуіпті жинап, егер ем таппайтын болсаңдар, бәріңді дарға асамын, дейді қаһарланып. Сонда бір қария тұрып, Ұлықпан деген данышпан бар. Әміріңізбен зынданға қамалғалы жарты жыл болды. Өліп қалмаса, мұның емін сол білер, деді. Патша дереу зынданды аштырып, әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарды. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрады. Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз, сонда жазыласыз. Болмаса, ажалыңыз осы дәнектен, деді. Патша шошып кетті. Ақыры уәзірлері үгіттеп көндірді. Ұлықпан оның баласын байлап сарайға алдырды. Патша баласын өлімге қимай жылай берді. Хакім оған,
Жүрегіңіз шыдамас баланы тасалап перденің арғы жағында бауыздайын, деді. Ұлықпан перденің артына білдірмей бір қой әкеп жасырды. Сосын, әй жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді, әкең үшін құрбансың, деп баланы емес, жанындағы қойдың өңешін пышақпен орып жіберді. Қой қор ете қалғанда, патша жан жүрегі бұлқынып, тұла бойы сілкініп, бар даусымен шыңғырып жіберді. Сол кезде іріңдеп тұрған тамағы бұрш етіп жарылып, құрма сүйегін аузынан атып жіберді. Өзі де есінен танды. Сәлден соң есін жиып қараса, баласы алдында отыр. Ұлықпан: балаң аман, деді. Патша оған риза болып сый құрмет көрсетті. Қоштасарда: мен саған дұшпандық қылдым, сен болсаң мені ажалдан алып қалдың, қалайша кек алмадың, деді патша. Сонда Ұлықпан хакім: жақсыда кек болмайды, кек болса тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегіне хақтың нұры дарымайды, деген. Ақылды адам дұшпаннан дос жасайды, достан бауыр жасайды, бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектеспеймін, құдайсыз қурайсынбайды. Бірде сапарлас серігіме бөтен ауылдың балалары қиянат қылды. Соның ақысын әперемін деп жалған дау көтеріп құн төлеттім. Бұл азабым сол өтіріктің жазасы. Әділ құдай себепсіз басқа іс салмайды, депті. Ұлықпанның ұлына қалыңдық айттыруы. Ұлықпан хакімнің ұлы аузынан сөзі, қойнынан бөзі түскен момын, қызға қырсыз, жұмсағанға мінсіз екен. Ер жеткен соң лайықты жар таппай жүріп қалады. Бойдақ баласының жүрісі көбейген сайын ел арасында сөз де көбейеді. Болмағасын хакім ұлын ертіп келінді өзі іздейді. Қалыңдық іздеп ел аралағанда ұлын аттың бауырына алып қамшымен сабайды екен. Ақсақал, ұлыңыз не жазды деп сұрағанда, айтқанды екі етпейді деп жауап береді екен. Жұрт, балаң айтқан тілді екі етпесе, одан артық не керек деп түсінбепті. Күндер өте береді. Бір күні бір ауылға келіп, ұлын тағы сабапты. Жұрт Ұлықпанның мына әрекетін түсінбей, тағы да аң-таң болады. Сол кезде бір қыз: сауап өзіне де сол керек, өзі біліп іс қылмайтын ынжықтан айтқызбай-ақ үй күзететін ит артық, мұнда еркекке осы жаза лайық, депті. Ұлықпан мына сөзді естігенде елең ете қалады. Ұлыма жар болатын ақылды әйел таптым деп түйеді. Сол қызды айттырып, ұлының бағын ашыпты. Патшаның екі қызы. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріпті. Қыздары не қаласа соны беріп, бетінен қақпай өсіреді. Бірақ өсе келе қыздарының мінезі өзгере бастапты. Үлкен қызы үнемі мұңаюмен, ал кіші қызы жадырап жүреді екен. Патша бірде Ұлықпан хакімді шақырып: хакім, менің екі қызым бар. Кіші қызым үнемі жадырап жүреді, ал үлкен қызым күлмейді, дертін ешкім білмейді, деді. Патшам, рұқсат етсеңіз, сарайыңызда бірнеше күн қонақ болайын, қыздарыңыздың мінезін көрейін, жауабын содан кейін берейін, деді Ұлықпан. Патша рұқсат етеді. Ұлықпан екі қызбен күнде сұхбаттасып, сыр бөліседі. Байқаса, жайдары жүретін кіші қызы ұйықтар алдында үнемі тек жақсылықтар ойлайды екен. Таңертең ұйқыдан тұрғанда да тек жақсы адамдарды, жақсы істерді ойлап оянатын болыпты. Ал үлкен қызы күні бойы көрген қиыншылықтар мен жамандықтарды еске түсіріп ұйықтайды екен. Таңертең де төсектен тұрғанда кешегі көрген жағымсыз оқиғаларды есіне түсіретін болыпты. Ұлықпан патшаға келіп: патшам, өмір айна сияқты. Адам айнадан өзін қалай көргісі келсе, айна оны солай көрсетеді. Өмірдің жақсы жақтарын ойласақ, өмір бізге әдемі көрінеді. Сіздің үлкен қызыңыз өзінің тек жаман жақтарын ойлап жүреді. Сондықтан оның ойында жамандық белеп, ашу ызаға тез бой алдырады. Қабағы ашылмайды. Бұдан бұлай ол жатар кезінде тек жақсы ой ойласын. Таңертең тұрғанда да жақсы тілекпен, жақсы ниетпен оянсын. Сонда көңілдің кірі тез кетеді, депті. Содан бастап үлкен қызы тек жақсылықтар ойлап жүретін болыпты. Ұлықпан мен шәкіртінің әңгімелері. Ұлықпан хакім өте әдепті болыпты. Одан бір шәкірті: хакім, әдепті кімнен үйрендіңіз, деп сұрады. Әдепсізден, деп жауап берді. Әдепсізден не үйренуге болады? Өтірікшіден өзім бездім. Себебі өтірік айтып,
басы дауға шатылды. Мылжыңнан да қаштым. Бос сөзден оның жүрегі қатайып, жаман мен жақсыны айырудан мақұрым қалды. Өсекшіден аулақ кеттім, қарасы жұқты. Мақтаншақ өз дамбалын өзі былғады. Одан да жиркендім. Күншіл көршім менімен бақталасып, өз бағын өзі тепті. Дөрекі мен тұрпайыдан шошындым. Қасында жанашыр туысы қалмады. Қылжақпас қырсықтан жырақ жүрдім. Досынан айырылды. Өзімшіл тәкаппардан сақтандым. Оларды Құдай ұрды. Осы бақытсыз пенделердің өмірін зерделеп, олардан үлгі алдым. Ғибрат алатын адамға оларда да ғылым бар екен, депті. Ұлықпан хакімнің сұхбатына қатысып отырған бір шәкірті: «Хакім, білгірлікті кімнен үйрендіңіз?» деп сұрайды. Хакім: «Табан жолын көрмейтін соқырлардан үйрендім. Олар алдын таяғымен түртіп, жолын тексермей, бір адым алға баспайды. Жолы қауіпсіз болса ғана жылжиды. Мен де сол сияқты бастар ісімді, айтар сөзімді әбден пысықтап аламын. Игі іс болса қолға аламын, пайдасыз болса доғарамын», депті. Бірде шәкірті Ұлықпан хакімнен: «Я хакім, дүниеде бақытты күндер, бақ-дәулет, қуанышты сәттер неге тұрақсыз?» деп сұрайды. Хакім: «Тәңірі тағала адамды жаратқанда денесіне бір күн қуаныш, 40 күн қайғы нөсерін жаудырған. Тәубадан жаңылмасын деп, шаттығын берсе, шер мұңын да қоса берген. Әлемде жұпсыз зат жоқ, ақ пен қара, күн мен түн, өмір мен өлім, бақыт пен қайғы, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, сараңдық пен жомарттық, мейірім мен қатыгездік, сынықтық пен тәкаппарлық, күндестік пен ақ жүректік, әлем жаралғалы тайталасып келеді. Баянды бақыт пен шексіз шаттыққа жетудің жалғыз жолы адам баласына риясыз қызмет ету», депті. Ақ кебінге оранып, ақтық сапарға кетіп бара жатқан бір байды көріп, Ұлықпан шәкірттеріне: «Жер хабар айтып бармасын, мына адам өтірікші екен», депті. Шәкірттері түсінбей: «Өлген адам туралы неге олай айтасыз?» деп сұрады. Хакім: «Осының алдында ғана маған, менде зәулім сарай, қора-қора малым, сандық толы алтыным бар деп мақтанып еді. Енді қарасам, түгі жоқ, 10 кез бөз матаға оранып бақиға кетіп барады», депті. Ұлықпанның өсиеті. Ұлықпан хакім дәм тұзы таусылып, дүниеден өтер шағында ұлын шақырып өсиет айтады. «Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же», дейді. Әкесі дүниеден өткесін ұлы өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын үйленіп, қала сайын үй салады. Ас іші, бал ішіп, әбден бар байлығын тауысады. Сөйтіп тақыр кедейге айналады. Бір күні ішерге ас, киерге киім таппай, тозып, қайыр сұрап кетеді. Ұлықпанның баласының қайыр сұрап жүргенін естіген патша оны шақырып алып: «Әу қарағым, жақсының көзі едің, тектінің өзі едің, мына жүрісің не? Жұрт сені Ұлықпанның ұлы деп атайды. Әкең өліп еді, күн көре алмай қайыр сұрап кеттің ғой», деді. Жігіт: «Әкем өлер шағында өсиет айтып еді, соны орындаймын деп осындай күйге түстім, маған жақсы өсиет қалдырмапты», деді. «Қандай өсиет айтып еді?» «Әуелгі өсиеті мен өлген соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Қалың малына әкеден қалған байлықтың 1/3 шаштым. Бірақ алған әйелдерімнен еш жақсылық көрмедім. Екінші өсиеті қала сайын үй сал деген. Мен қала сайын үй салдым, байлығымның тағы да 1/3 құрттым. Бірақ қанша үй салсам да соның бірінде рахаттанып жата алмадым. Үшінші өсиеті ас ішсең бал же деді. Мен бұл өсиетін де орындап, күн сайын бал жедім. Байлығымның соңғысы балға кетті. Соқыр тиыным да қалмады, әйел де тұрақтамады. Баспанамның бәрінен айрылдым. Бал жемек түгіл, бір үзім қатқан нанға зәрумін, деді мұңын шағып. Сонда патша: «Әй баламай, әкеңнің өсиетін ұқпаған екенсің. Әкең дана еді, әр сөзін астармен, мол ғибратпен жеткізетін. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені, әйеліңе әр жұмада көңіл бөл.
сонда қадірің болады, әйелің қыздай көрінеді дегені. Қала сайын үй сал дегені, әр қалада достарың болсын, түсетін үйің болсын дегені. Аш ішсең, бал же дегені, еңбек етіп, ас ішсең, балдан тәтті болады дегені, депті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсінеді. Патша, әкең өлсе де көзін көрген өлмесін деген, Ұлықпан хәкіммен талай дәмдес табақтас болып едім. Сенің бұлай жүргенің жарамас деп баланы қайтадан ел қатарына қосыпты. Тәтті қарбыз. Лұқпан хәкімнің қожайыны тамақты хәкіммен бірге отырып жегенді жақсы көреді екен. Себебі хәкім оған неше түрлі хикаялар, аңыздар айтып, көңілін шаттандырады. Тәтті сөздер сөйлеп, ішкен асын берекетті етеді. Бір күні бір бағбан қожайынға тарту ретінде бір үлкен қарбыз әкеліп беріпті. Қожайын қызметшіге: барып Лұқпанды шақырып келе қойшы, депті. Лұқпан келген кезде қожайын қарбызды кесіп, оған бір тілімін беріпті. Хәкім бұл тілікті бал жеп отырғандай сүйсіне жепті. Тағы береді, тағы да сүйсіне жейді. Сөйтіп, бүкіл қарбызды жеп қоюға айналады. Ең соңғы тілік қалғанда қожайын: мұны енді мен жейін, сенің сонша сүйсініп жеп отырғаныңа қарап тәбетім ашылып кетті ғой, деп күледі. Сөйтіп қарбыздан асап қалады. Ашшылығынан аузы от татып, тілі қуырылады. Есінен танып қала жаздайды. Лұқпанға қарап таң қалып: әй досым, мұндай у татыған қарбызды қалай шыдап жеп отырсың? Неге дәмсіз, ащы екенін айтпадың, деп сұрайды. Сонда Лұқпан әдеппен иіліп: уа мырзам, осы уақытқа дейін маған тәтті дәмді тағамдарды өз қолыңмен ұсынып келдің. Мен оларды сүйсіне жейтінмін. Енді бір ғана дәмсіз қарбызға бола саған шүкірсіздік етпегенім ұят болмай ма? Менің адамдық қасиетім қайда қалады, деген екен. Ұлықпанның ұлына айтқаны. Ұлы ер жеткен шағында Ұлықпан баласына: ұлым, адал еңбек ет, кедейшіліктен қаш. Кедейшілік иманды әлсіретеді, адамгершілікті жояды. Жақсы ниетті жойып, кей кездері ұрлық іске, екі жүзділікке мәжбүрлейді. Екіншіден, мұқтаждық пенденің еңсесін езіп, жігерін жаншып тұрады. Аяғыңа тұсау болады. Отбасы жанжалына да жиі себеп болады. Үшіншіден, кедей адамның қадірі болмайды. Дұшпанның табасында боласың. Сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы, деген. Тіленшек деген атқа қаласың, депті.